Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Алматы қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Тоқбаева Айнұр Елубайқызы. Мен бүгін сіздермен бірге онлайн сервис арқылы қалай көрнекілік жасауға болатындығы жайында өз тәжірибемен бөліспекшімін. Ол үшін біз Google сайтындағы іздеу батырмасында ACLD деген онлайн сервисті іздеп көреміз. Бұл онлайн сервисқа әдеттегідей жаңағыдай поштаңызбен кіріп, регистрация жасап, тіркелу жасап, сөйтіп кірсеңіз болады. Дәл қазір менің Gmail поштам ашылып тұр. Сондағы менің бұған дейінгі жасаған жұмыстарым осы жерде сіздердің алдарыңызда көрініп тұр. Енді бұл өзі қалай жүзеге асады? Енді сіздерге кішкене түсініктірек болу үшін мен мына жерде жаңадан қайтадан бастап көрсетейін. Мұнда біз түрлі шаблондарды таңдай аламыз. Ол шаблондарды категорияларға бөліп қарастырсақ болады. Мысалға, тағам тақырыбын өткен уақытта мынадай түрлі дайын шаблонды қолдансақ болады. Қазір жүктеліп жатыр кішкене. Енді бұл онлайн сервистің бір жақсы жері, тура соның сізге ұсынып тұрған үлгінің үстінен біз бірден жасап өзгерте алады екенбіз. Осы жерге тақырып қоятын болсақ, енді мұнда адамдарды өзгертіп, алып тастап, немесе қосып, осылай өзімізге қажетінше бұны өзгерте алады екенбіз. 2 рет бассаңыз, бұның үстінен біз қайтадан тағы да жөндеуге мүмкіндік аламыз. Мүмкін мына жерге адамдар санын жазуға болады. Мынау сізге керек жоқ болса, біз осылай өзгерте алады екенбіз. Енді мұнда тағы да не қоюға болады? Егер сіз қажетті өзіңізге бір объектіні қойғыңыз келетін болса, мұнда жұлып алып қоя саласыз. Жұлып алып қоюға болады. Немесе өшіріп тастатып, енді басқа жерден, яғни өзіміздің компьютерімізден біз файлды таңдап, мына жерде файлды таңдап, бағанаға жүктеп қойған, алдына жүктеп қойған файлымызды таңдап, мұнда алып келе аламыз. Осы жерге тұрды. Енді осы жерге қайтадан жаңағыдай көрнекілігімізге қажетті суреттерді біз қатарынан қойып, қысқа мерзімде ыңғайлы, өте сығымдалған, оқушының функционалдық сауаттылығын жақсартуға арналған осындай бір көрнекілікті жасап шығаруға болады екен. Мұнда енді әрқайсысы өзгереді. Мұнда өзіңіздің тағы да объектіңізді қоя аласыз. Мұнда люди деп тұр. Мүмкін табиғат аясынан бір суреттер керек болып қала ма екен, табиғатқа қатысты. Мұнда да сіз бұл жерден жұлып алып кеп, мына жерге қоя аласыз. Шығып кетті. Бұны тиісінше өзгертесіз, кішірейтесіз деген сияқты. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, бұл жерде енді сіз бос шаблонды алып, өзіңізге қажетті тақырып бойынша суреттерді қойып, өзіңіз қайтадан шаблон жасай аласыз. Тағы да загрузка жасайтын болсақ, мен бағана өзіме сіздерге таныстыру үшін бірнеше суреттер жүктеп қойған болатынмын. Енді бұл оқушылардың суреттерінде осы жерге жүктеуге болады. Мұнда әрине тақырыбымыз міне тұрды. Енді осы тақырыпты жоғары қарай апаруымыз керек. Тақырып деп жаза салайын. Тақырыпты ортасына қойып, немесе
үлкейтіп, басқа да түске енгізіп, астын сызып деген сияқты. Осылай түрлі тақырыптарды қойып, мүмкін сызықтарды көрсететін шығармыз. Сызықтармен де көрсетуге болады. Мына жерде енді түрлі батырмалар. Бұл жұмысқа сіздерге қажетті сызбаларды сызуға мүмкіндік береді. Енді бұны қалай көшіріп алсақ болады? Бізде, сіздер білесіздер, компьютерімізде қайшы бар. Қайшымен біз өзімізге көшіріп ала аламыз. Енді бұл қайда сақталады? Егер бұны сақтап қоятын болсақ, біз өзіміздің бағанағы ең басындағы ең бірінші беттегі өзіміздің поштамызға кіреміз ғой, сол жерде бұл шаблондар сақталып тұрады. Енді онымен біз қайтеміз? Бөлісе аламыз. Біз онымен бөлісе аламыз. Доля деп тұр. Оның ссылкасын алуға болады. Копировать ссылку деймізде. Ссылкасын копировать етіп алып, Facebook'те мүмкін бұған доступ береміз, басқа ACLI бағдарламасын қолданушыларға. Сөйтіп, көрнекілігімізді осылай жасауға болады екен. Болмаса, осындай бандика Teams платформаларында өзіміздің компьютерлік экранды көрсеткенде, біз осы инфографика жасау тәжірибесін істеп қолдануымызға болады екен.